түкпір-түкпірінен жан-жағынан алып келеді. 70 000 теңгеге адамдар жұмыс жасайды. Жұма күніміз берекелі болсын деп айтайын десем, слишком берекелі болып тұр бүгін. Неге? Өйткені қар жауып керемет болып тұр. Бірақ бір кереметтің екінші бір минусы бар. Өйткені жолдар күрелмеген, машина түгіл, адамдар әреңден жүр. Жолдың бәрі тайғақ. Ал экономикаға келейік десек, өкімет ИП-лардан, шағын кәсіпкерлерден ешқандай налог алмайтын. 3%. Қазір 3%-ін төле деп қақылдап қоймай жатыр. Шағын бизнестер тексеру келет деп жан-жақтан сообщениялар келіп жатыр. Қаланың әкімшілігі бәрін біліп отырады. Ойбай, қар жауады, көшкін жүреді, бүйтеді, сөйтеді деп жазып отырады. Неге соған? Коммуналдық қызметкерлер дайын емес. Бір жағынан дайын, қалай дайын болады? Коммуналдық қызметкерлерде мынау қаланың түкпір-түкпірінен жан-жағынан алып келеді. 70 000 теңгеге адамдар жұмыс жасайды. Ойлаңыздар, 70 000 теңге. Не деген арзымайтын айлық о. Бізде орташа айлық 300 000 деп айтады. Қазақстан темір жолының бағалары қымбаттайды дейді. Өзі бір құрған бір вагондар еді. Не кондиционер жоқ, не пеш жоқ дегендей. Бір комфорт жоқ, онда да қымбаттатқызамыз дейді. Ойлаңыздар, осындай жаңалықтарды көресінде, жұма күні қандай береке депші. Или ол, әлбетте бұл жұмаға ешқандай бір қатысы жоқ. Мен ирониямен айтып жатырмын. Мынау өкімет басшыларына құлақ қағыс қой. Халықтан ақша алып жатсыздар ма? Налог алып жатсыздар, НДС. Енді халықтың жағдайын жасау керек. Не деген масқара мынау? Көктайғақ, ешқандай тұз, құм себілмей жатыр. Бұған бір дайын болу керек деп ойлаймыз. Қазынадан осыны тазалау үшін талай техникалардың алынған, оның бәрін білеміз. Бірақ адамдардың жауапкершілігі жоқ, өкінішке орай.